Қайырлы күн. Жақында мен Инстаграмда опрос жасағанмын. Көбіңіз білесіңіз не істеу керек екен, мысалы таргет жасау керек, жаттығу жасау, кітап оқу керек, барлығы білет не істеу керек екен. Бірақ не үшін жасамайсыңыз деп сұрағанымда, сол қатысушылардың көпшілігінің жауабы бойымызда қорқыныш бар дейді. Сол қорқыныш бізді ұстап тұрады дейді. Енді соған байланысты бүгінгі видеоны қорқыныш тақырыбында қозғағым келіп отыр. Жалпы қорқыныш ол біздің миымыз, өткендегі сабақтарда айтқан болармын, жалпы ми адамды қорғайды. Ол жан-жақтан бізді не істейді? Қорғауға тырысады, жан-жақтан қарайды, бізді қорғап жүреді. Мысалы айтқанда, ақпараттың барлығы, хабар көретін болсаң, телевизорден хабар беретін болса, барлығы негатив. Көбі негативті ақпараттар. Не үшін? Себебі адамның зейіні сол негативті ақпараттарды іздеп тұрады. Соған адамдар қызығады, сол үшін негативті ақпараттарды көп береді. Міне адам сондай негативті ақпарат, ол жалпы ақпарат, ол қарап отырсаң негативті ақпарат. Бірақ адамдар соны қарау арқылы үрей туады бойында, одан бөлек ол ойлай береді да, оның ар жағынан потенциалды, анау виртуалды не ғой, жаңағы қорқыныштарды әртүрлі. Енді ол потенциалды қорқынышты өзіне ойлап алады. Мен былай жасасам ақшам күйіп кетеді, мен былай болса былай болып кетеді деп, жаңа негативті ойдан істейді, тудыра береді да, сөйтіп өзін блокировать етеді. Жаңағыдай алға жүрейін десе, жаңа қорқыныш басып тұрады. Ми не істейді, оны қорғауға тырысады да, басқа ойлар салып, жаңағы әйтеуір істетпеудің амалын ойлайды. Ол нормально, ол барлығымызда ондай миымыздың жалпы, қалай айтсам болады, миымыздың функциясы, іс функциясы сондай адамды қорғауға арналған. Енді қорқыныштың түрлерін қарайық, не істеуге болады қорқынышта? Мысалы, табысты адамдар, мысалы негізгі үш қорқыныш бар дейік, үшке бөлетін болсақ, бірінші қорқыныш, ол жаңағы адамдар өзіне негативті бір ойды тудырып алады да, содан қорқып, үрейленіп, жаңағыдай амал жасайын десе, жасай алмай, жаңағыдай диванда отыра береді, жаңағы амал жасамайтын адамдар. Олар өзіне бір қорқыныш, бір ой тудырып алады, бірақ 99.9% сол қорқыныш орындалмайды жалпы. Бірақ адамдар содан қорқады. Енді екінші адамдар, олар неден қорқады? Олар жетіспеуге қорқады. Мына өмір қысқа, мен жетістікке жетуге жетіспеймін деп қорқады. Олар керісінше жүгіріп жүретін адамдар. Олар әйтеуір бірдеңе істейді, әйтеуір жетісіп қалғысы келеді. Олар гиперактивный адамдар да, олар табысқа жеткісі келетін адамдар қорқпайды. Олар наоборот, олардың қорқынышы үлгермей қалдымау, үлгермей қаламау деген қорқынышпен олар не істейді? Керісінше жүгіріп жүреді. Ал көпшілігі жаңағы бір іске келгенде бойында блоктар болады, жаңа қорқыныштар. Көбінде енді ол Құртай күндегі тәрбиеден де болады, жаңа блок болып қалыптасып қалады да. Мысалы, кейбіреулер 40 жыл бойы үкіметте жұмыс жасайды ғой, пенсияға дейін. Ол не үшін жасайды? Себебі оның сенімдері, бойында қорқыныштары кезінде қалыптасып қалған. Әкесі айтқан, если у тебя нет бумажка, то значит ты букашка, сен жұмысқа тұра алмайсың деген сияқты кезіндегі сенім нанымдар. Бұрын қандай сенім болды? Жақсы оқысаң, жақсы оқуға түсесің, жақсы оқуға түссең, диплом аласың, диплом алсаң, жұмысқа кіресің дейді да. Кім айтты қазір маған жұмыс керек деп, жаңағыдай бір 150 мың, 200 мың айлығы, мысалы маған керек емес шығар, 5 жыл оқиды бір жерде, одан кейін барып бір 150 мыңның жұмысына кіреді, бірақ ол өмір сапасына жетпейді бұл ақшада, денсаулығына, қыдыруына, балдардың тәрбиесіне жетпейді. Сөйтіп, не істейді, баяғы қорқынышы, сол зона комфортадан шыға алмай, бір жұмысына барып келеді, сөйтіп жүреді. Ал қазір заман басқа, қазір жалпы табысты көп тапқың келсең, жеке кәсіппен айналысу керек та. Енді жаңағы әркім өзіне тудырып алады да, қорқынышты, потенциалды қорқыныш тудырып алады, и содан қорқып үрейленіп отырады жаңағы. Ал екінші адамдар, олар жаңағы үлгермеймін-ау деп жаңағы тыпырлап жүгіріп жүреді да. Николай Островский деген орыстардың несі бар, ақыны, соның айтқаны: надо жизнь прожить так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы деп айтады да. Реально біз өмірде ертеңгі күнде өкініп қалмауымыз керек. Жасымыз келгенде өмірімді бос жаңағыдай өткізіппін, жаңағыдай кезінде тәуекелге бармаппын деген жаңағыдай не болмау керек та адамның бойында.
өкініш болмау керек. Сондықтан менде де мысалы менің қорқынышым жаңағыдай күнім өтіп жатыр да, бос өтіп жатқан сияқты, тез үлгеріп қалғым келеді. Әйтеуір осы өмірде бір пайдалы нәрселер жасағым келеді, кітап жазғым келеді, курс создавать еткім келеді. Әйтеуір бір тыпырлаумен жүреміз да, бір алға қарай жылжысам деп. Ал кейбіреулер жаңағы қорқып, жаңағы жұмысында вахтасымен білмеймін, әйтеуір үрейленіп сол айлығымнан айырылып қаламау деп қорқып өмір бойы сөйтіп өтеді. Ертеңгі күнде пенсияға қалады, бала келіннің қолына қарап жаңағыдай солардың қабағына қарап өмірін өткізеді да. Енді тағы үшінші қорқынышты, ол бір өте ерекше адамдар қолданатын дүние. Ол көбінде тақуа адамдар, тақуа намаз оқитын адамдар. Мысалы айтқанда, жалпы олар барлық мына болып жатқан жағдай, мына сынақ болады. Мысалы мен қолым сындырып алдым, біреу тағы білмеймін, Құдай сақтасын, авария болды, тағы бірдеңе болды, әйтеуір жақын жоғалтты. Соның барлығы Алла Тағаланың сынағы. Ал бірақ Алла Тағала адам көтере алмайтын сұрақты бермейді. Міне, тақуа адамдар соны түсінеді, түсінгеннен кейін олар жаңа қорқыныштан қорықпайды. Себебі ода тәуекел бар Аллаға да. Алла Тағала ол сынақты көтере алмайтын сұрақты бермейтінін біледі де, ол кайфовать етіп жүреді да. Еш затқа қатты қиналмайды, парец етпейді, жаңағы ертең бірдеңе болып қалады-ау, бүйтіп қалады-ау деген жоқ. Оларда бір Аллаға тәуекел бар. Күнделікті тірлігін жасап, қолынан келетін дүниесін жасап, әдемі жүреді да. Міне, бұл да жақсы, жалпы түсінік. Міне, осындай түсінікте болған жақсы. Себебі Алла Тағала кейде бізді сынайды сынақпен. Не үшін? Мысалы біз тайраңдап кетеміз кейде, расы керек. Көп табыс болса, бір артық сөйлеп, кішкене мансап келіп біртүрлі болып кетеміз да. Жаңағы садақа беруге, тағы басқа жақсы амалдар жасауға ұмытып кетеміз. Сол кезде біз Алла Тағала не істейді? Қолың сындырады, білмеймін, аварияға түсіп қаласың, или бірдеңе болады да, Құдай сақтасын. Сондай қиын жағдайлармен не істейді? Бізді орнымыз қалып келеді. Сол кезде түсінесің, сол егерде болмағанда біз көп күнәлар жасай беретін шығармыз. Мүмкін жаңағыдай көп табысты болып, көп күнәлар жасап, ертең өтетін болсақ, өмірде онда күнәмен өтіп кетеміз. Ал арасында біз Алла Тағала жаңағыдай оқушы сияқты, оқушы оқымаса басынан бұрады, оқы деп та. Сол секілді біз арамызда Алла Тағала не істейді? Басымыздан сынап ұрып тұрады түрлі жағдайлармен өмірде. Жалпы сол қорқыныш деген жалпы жоқ, ол виртуалды нәрсе, адам бастан тудырып алады. Тек қана алға қарай жүру керек. Алла Тағала бізді көтере алмайтын сынақпен сынамайды. Сондықтан бір тәуекел отыра беруге болмайды. Тек қана не істеу керек? Үлгеру керек, амал жасау керек. Осы өмірде әйтеуір жақсы амалдар жасау үшін сіз жаңаға бір қорқып отыра бергеннен ештеңе ұтпайсың. Сондықтан тек қана алға жүру керек, достар. Мен сіздерге сенемін, қолыңыздан келеді. Любой қазір журналды ашып қараңыз, жаңағы немесе YouTube'қа жазыңызшы, 100 самых лучших успешных людей, жаңағыдай 100 ограниченных людей, которые добились успеха деп, жаңағыдай 100 табысты адам, 100 жаңағыдай шектеу бар адамдар, бірақ табысқа жеткен адамдар деп жазсаңыз, сізге бірнеше адамдар шығады да, расында олардың мүмкіндігі сіздікінен әлде қайда төмен. Жаңағыдай жүре алмайды, қол аяғы жоқ, тағы басқа да. Бірақ олар өзін істеді, ерік жерін оятып, жаңағыдай қорқып отырмай, амал істеу арқылы біздің қазіргі жағдайымыздан әлде қайда жағдайын жақсартып алды да. Сондықтан Алла Тағала бәрімізге көп потенциал берді. Тек соны іске асыру керек. Ал іске асыруда жаңа қорқыныш деген ол виртуалды нәрсе. Адам басынан тудырып алады. Жалпы қорқыныш жоқ. Бірақ біздің екі миымыз жаңа бізден істейді түрлі қорқыныштармен, жаңағыдай бізді сақтайды, ол инстинкт, ол нормально. Ол абайла, сақ бол деп. Бірақ соған біз не істейміз? Басқа ойлар тудырып аламыз да, сол қорқынышты потенциальный қорқыныш қылдырып аламыз да, сосын істейін десең сол кедергі болып тұрады. Сондықтан бұл қажет жоқ. Тек қана күнде бір амал жасайтын болсақ, ол бізге сенімділікті арттырады. Қорықпау керек, қорқынышқа қарсы жүру керек. Достар, міне осымен эфирді аяқтаймыз. Пайдалы болса лайк басыңдар, достарыңызбен бөлісіңдер. Қош аман болайық.